әлемдегі ең қымбат дәріден мықты осы төртеуі. Түсінгісі келген адам өзі үшін түсініп біліп алады, интернеттен ашады да. Бүкіл әлем адамның қолында ғой, мына сотовый телефон. Шайнап беріп жұтқызбасаңшы. Ой, неғыласың, шайнап бер. Сен өзің түсініп алсаң болды, главное. 7-5 деген pH средада ешқандай онкологиялық аурудың дамымайтынын дәлелдеп Отто Варгар деген немістің ғалымы Нобельский премия алып кеткен. Отто Варбург деген. 7-5 деген средаға сенің қаныңды шығарып отыратын ол күнделікті 1-1,5 литр су ішті. Бәрібір зиян ішіп қоясың ғой, кола ішесің, ананы ішесің, мынаны ішесің, ойлайсың, стресс. Оның бәрін жуып шайып тастайтын су іштің, ол защита, су іштің профилактика, су іштің қанды қайтадан 7-5-ке шығарып тастайтын болды. Сол екен. Онкологиялық аурулардың барлығын бірінші обида, реніштен келеді деп айтатын түсінікті. Обида, реніш, уайым, қайғы. Неге? Өйткені обида, реніш, уайым, қайғы ең үлкен адам ағзасын қышқылданып жүретін нәрсе екен. Адам уайымдады, бір аптада шаш ағарып кететін неден именно сол қышқылдылықтан. Страшно қышқылдылық болады екен. Ондай диагноздардың емдеу тәсілінің ең бірінші этапы манағы бізде Black Wave, портативті фильтр дегендер бар ғой. Солардың барлығы ең бірінші адамды сол окислительный стресстен шығарумен айналысады. Неге құрттың бәрі тастап қашады? Өйткені құрт тоже самый қышқылды ағзада рахаттанып тұрып, бала-шағасымен, немересімен дамиды, ал щелочной средада ол дами алмайды, тастап қашады. Аттон ала қашады дейді ме? Оның ортасы емес те, оның описаниясы емес. Иә. Осы сөйтіп жаратып қойған pH 7-5 болды. 7-5-тен төмен ауру дамиды, 7-5-7-5-тен жоғары вообще ауру сырқау өмір сүре алмайды, жерде дами алмайды. Любой кез келген ауру болмасын. Оны жаңағы біздегі онколог дәрігер айтады, ұйқы, дұрыс ұйқы, су ішу тәртібі, тәттіден жаңағыдай нәрселерден аулақ болу, күнделікті таңертең аш қарынға жүру. Вот төртеуі де тегін, ешқандай ақша емес, бірақ ең маңыздысы сол. Әлемдегі ең қымбат дәріден мықты осы төртеуі. Бірақ оны адам істемейді көбінесе. Не дейсің? Зың ба? жақсы. Салиқалы уағыз болды. Риуаят етіп жібердіңіз бе?